Дөңгелектер поджог болған. Өртеген ғой мынаны явно. Резиновыйлар өртенген. 3 в 1 работает. Құрметті желі пайдаланушылары, 2025 жыл 21 қазан күні сағат шамамен 12:50 шамасында бізде Балпықби ауылдық округіне қарасты қатты тұрмыстық қалдық орнында өрт орын алды. Аталған өртке бізде Көксу аудандық өрт сөндіру бөлімшесі, жергілікті атқарушы орган қызметкерлер және аталған қатты тұрмыстық қалдық орнына сенімгерлік басқарымдағы Көксу таза жер мекемесі қызметкерлер мен техникалар жұмылдырылды. Жалпы 3 техника және бір өрт сөндіру көлігі келді. Қазіргі уақытта өрт толығымен сөндірілді. Жақында орналасқан Бесқайнар ауылына және Балпықби ауылына тұрғындарына ешқандай қауіп көтеріп төніп тұрған жоқ.